саламатсыздар ма балалар? Сауат ашу сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ю дыбысы мен әрпі. Оқу мақсаты: әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру. Оқудың түрлерін қолдану. Енді балалар қарайықшы, бүгін біз сіздермен ю әрпімен танысамыз. Ю дыбысы бізде дауысты дыбыс екен. Енді ол дауысты дыбыс болғанда, ю дыбысы өзі екі дыбыстан тұрады. Яғни ол и және у. Ю әрпі сөздің ортасында, соңында кездеседі. Кәнеки қарайық. Ою, тою, аю. Яғни ю әрпі екі дыбыстан тұрады. Қысқа и және у. Есіңде сақта, сөздегі и-у дыбыстары естілгенімен, жазуда олардың орнына ю әрпі жазылады. Ою, аю, қою, азаю. Балалар, мен қазір сіздерге мәтін оқимын, мұқият тыңдаймыз. Жеңімпаз аю. Аю, түлкі, қасқыр үшеуі жарысты. Қорбандаған аю араның ұясын бұзып кетті. Аралар аюды шаға бастады. Араларға таланған аю тез жүгірді. Сөйтіп аю түлкі мен қасқырдан озып кетті. Енді осы мәтінде оқушылар ю әрпі бар қандай сөздер кездеседі екен? Дұрыс айтасыздар. Аю деген сөз, иә? Енді аю қандай аң? Кәнеки сипаттап көрейікші. Оның түсі қандай? Оның аяғы қандай болады? Ол қайда тіршілік етеді? Енді кәнеки менімен бірге жаңа сөздер үйренейік. Аю, ою, қою, қию, қою, түю, есею, үлкею, азаю, көбею. Енді ю әрпінің, яғни баспа түрі бар және жазба түрі бар. Енді қазір біз сіздермен жазба түрімен танысамыз. Барлығымызда қараймыз, қалай жазылу керек екенін. Мұқият қараймыз. Енді өздеріңізде дәптерге ю әрпінің бас және кіші әрпін жаза қойыңыздар. Үшінші жаттығу. Сіздерге сөйлемдер берілген. Енді көп нүктенің орнына керекті сөзді қоюымыз керекпіз. Керекті сөздер бізде төменде тұр. Қию, ою, қою. Бірінші сөйлемді қарайық. Әлия не ойды? Әлия, дұрыс айтасыздар, ою ойды. Фарида қандай айран үйтті? Фарида қою айран үйтті. Сүтті ыдысқа не істеу керек? Сүтті ыдысқа құю керек. Жарайсыздар балалар. Енді кәнеки бәріміз бірге ю әрпіне қатысты сөздерді оқып шығайық. Аю, ою, қою, қию. Келесі. Қою, түю, сүйю, күйю. Және соңғы. Есею, үлкею, азаю, көбею. Жарайсыздар балалар. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.